Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын тағамдардың бірі, яғни ет пен көкөністерді бұқтырудың тәсілін көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бізге ең алдымен 300 грамдай ет қажет. Оны осылай үлкендеу етіп турап алдым. Сиыр еті, қой еті, тіпті тауық еті де кете береді. Сосын бір үлкендеу сәбізімізді осылай турап аламыз. Мен ірі ғып турадым, негізінде өзіңіз қалауыңызша турасаңыз болады. Пиязымызды осылай полукольцоид тураймыз. Болгар бұрышын тураймыз, негізінде көгінде қоссаңыз болады. Және картобымызды орташа ет турап аламыз. Әсемдік үшін осылай рифленый пышақпен турап алсаңыз болады. Және бұл тағамның ең басты ингредиенті қатырылған бұрыш пен фасоль. Міндетті түрде қосыңыздар, тамаққа өте ерекше дәм береді. Қатырылған түрін қосамыз, консерві банкідегі болмайды. Және аскөк. Сонымен қазанымызды отқа қойып, майымызды құямыз да қыздырып, етімізді салып, кішкене қуырамыз. Егер етіңіз тұздалмаған болса, кішкене тұз қоссаңыз болады. Сосын тағы да жақсылап араластырып қуырамыз. Етіміздің соғы бөлінеді. Сол соғы тартылғанша жақсылап қуырып, пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын томат пастасын қосып, тағы да 1 минуттай қуырып аламыз. Үстіне кішкене су құйып, 15-20 минуттай бұқтырамыз. Егер етіңізге сенімді болмасаңыз, жұмсарғанша, яғни 40 минуттай бұқтырып алсаңыз болады. Мен 20 минуттай бұқтырып болған соң, үстіне осылай картобымызды салдым. Сосын сәбіз, болгар бұрышы және қатырылған бұршақ пен фасоль. Сарымсақ қосып жіберсеңіз де болады. Жақсылап араластырамыз. Тұз қосамыз дәміне қарай. Сосын тағы да кішкене су құйып, араластырып, қақпағын жауып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Сосын ең төменгі отта 30-35 минут бұқтырамыз. Осылайша біздің тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Әрі өзіңіз көргендей тез әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше дәмді болып шығады. Және отбасыларыңызға міндетті түрде өз бағасын береді. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Жаңадан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.